соншалықты денсаулықтың үлкен байлық екендігін ескертіп, «Мән асбаха аминан фи сирбихи, ва муафан фи баданихи, ва индаху қуту яумихи, кафакааннама хизат лаху дуния бихазафириха». Кімде-кім үйінде қауіпсіз оянса дейді. Қауіпсіз. Төбемнен біреу кеп бомба тастайды, немесе өкінішке орай кеше мысал үшінге қандай үлкен қайғылы оқиға болды Түркістан облысында. Міне сондай бір жер жанып кетеді, өртеніп кетеді деген қауіп жоқ. Алла сақтасын. Біреу келіп мені сүйреп кетеді қазір бір жағына қарата, алып кетеді деген тағы да қауіп жоқ. Тығылып жатқан жоқ ол. Құқық қорғау органдарының қызметкерінен. Аман есен. Ешқандай қауіпсіздік толығымен оған Алла тағала берген, қауіптеніп тұрған жағдайы жоқ. Сосын дені сау болса дейді. Еш жері ауырған жоқ. Көзін ашты, денінің барлығы сау. Тек қана мазалап тұрған бірақ нәрсе оны қарны ашып тұр болды. Таңғы асты жеу керек. Басқа ешқандай мазалап тұрған дүние жоқ. Сосын бір күндік асы болатын болса жейтін дейді. Холодильнигінде немесе складында, қоймасында оған бүкіл дүние берілгенмен бірдей болады. Ойлап қараңыздаршы. Яғни қаншама адамның басында осындай нығмет бар, бірақ оның қадірін білмейді адам баласы. Оны бағалай білмейді. Яғни қолдағы бар алтынның қадірі жоқ деп біздің халқымыз айтатын сол. Қаншама алтын тұр. Амандық, қауіпсіздік деген. Одан кейін бостандық, еркіндік деген. Денсаулық деген. Сол күні жейтін тамағы бар, Құдайға шүкір. Қазір бір күндік емес, біз аптаға, айға холодильникті немесе қоймаларымызды толтырып қоямыз, Аллаға шүкір. Яғни сонда да біз наразымыз Алла тағаланың тағдырына, немесе тағы бізге берген кейбір майда-шүйде сынақтарына наразымыз да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соны бағаласайшы деп тұрды.